білім беру саласындағы политикасы өте керемет болған екен. Басынан бастайық. Иә. 5 түндік 6 күндік турымыз аяқталды. Турымыздың маршруты былай болды: Астана Шымкент, Шымкент Түркістан арасында Арыстанбаб болды. Түркістанға дейін. Түркістаннан Душанбеге бардық, Таджикистанда. Душанбеден Гулистан деген кішігірім бір қалаға бардық. Одан артқа қарай Душанбеге қайттық. Одан кейін Самарқан, Ташкент, одан кейін Шымкентке қайтып келдік. Бүгін кешке қарай Астанаға қарай ұшып кетеміз қайтадан. Ал менде саған сұрақ бар, жаным. Душанбеде сенің есіңде не қалды? Жалпы қандай сезімдер алдың Душанбеден? Өте жасыл қала екен. Мен күткен жоқпын. Ойладым, таулы аймақ, салқындау болады шығар деп. Бірақ таулы аймақтар жасылдау болады екен. Салқында, иә, таңғы кеші салқын болды, бірақ шөптері мынадай. Тюльпан гүлдері өсіп тұр. Енді Шымкент айтады ғой. Қызғалдақтың отаны дейді ғой, бірақ Шымкентте ол сезілмейді. Ал Душанбеде сезіледі кәдімгідей. Барлық жерде қызыл, көгі, жасылы, розовый, сарысы, әртүрлі түсті тюльпандар көп болды. Сол есіме сақталды. Сосын жаңағы Душанбе деген негізі ауыл болған екен. Оның қасында 3000 жылдық тарихы бар, кәдімгідей қала болған. Гулистан. Гулистан емес. Гулявская крепость. Гүлден басталады. Иә. Гисарская крепость. Сол кәдімгідей тарихы бар, кәдімгідей қаласы, астанасы болған екен да, сол регионның. Душанбе деген дүйсенбі күні болатын базар ауылы болған екен. Сонда барып адамдар сауда-саттық жасап қайтып келіп отырған. Бірақ Совет одағы уақытында 1924 жылы сол жерде қала сала бастапты. Сөйтіп, соны Душанбе деп атаған, сосын барып Сталинабад атаған. 1960 жылдарда бірақ қайтадан Душанбеге қайтып келген. Сөйтіп, СССР уақытында ғана қала ретінде қалыптасқан екен. Сондықтан тарихы сондай терең емес. Ал Гисарская крепость шынымен де өте әдемі. Тауына шықты, қарадық, кәдімгідей баяғыдан бері тұратын сол жерде ұрпаққа жалғасып келе жатқан үйлер бар. Өте қызық, маған сол ұнады. Одан кейін тағы бір айта кететін жайт, ол музейге барған кезде олар өздерінің бірнеше мың жылдық тарихын сақтап қалатын артефакттарды музейге қойыпты. Жалпы кез келген ел сияқты, бірақ соның ішінде тағы бір айта кететінім, олар әртүрлі діндерді қабылдаған, сол жерде тұратын адамдар әртүрлі ғасырларда. Сөйтіп, сол артефакттары өте жақсы сақталып қалған. Мысалы, олар қай бір дәуірінде екенін білмеймін, бірақ Будданы буддист болған бір замандарында. Сөйтіп, үлкен жатқан Будданы сақтап қалыпты. Сосын қандай тағы да бір діндер болды ғой? Зарастризм. Оларда зарастризм жалпы сол өңірде, оңтүстік өңірде зарастризм қатты өзінің влияниесін жүргізген. Және сол сақталып қалған екен. Күнделікті дәстүрлерінде, тәжіктер өздерінің дәстүрлері туралы айтып берді ғой, үйлену той туралы. Өте көп бізбен де, түркі елдерімен де сәйкес, басқа елдермен де сәйкес дәстүрлері көп екен. Ол дегеніміз сол регионның өзі таулы аймақ қой негізі. Таулы аймақтың бір жазықтау жерінде орналасқандықтан ол жерде барынша енді Александр Македонский да болған, Кир да болған, парсылар да болған, түркілер, чингизиттер да болған, Әмір Темір да болған. Тіпті гректердің өзі сол жерге келіп жаулап алған ғой енді былай ғасыр. Соның барлығы анау дәстүрлері, қазіргі мәдениеті енді
супер микс, сондай ерекше. Түрлері де әртүрлі. Гректерге де ұқсайтын ақшыл, сондай көк көзді сарғыштар да бар екен арасында. Сосын келесі Самарқандқа барғанда саған не ұнады? Мен жей берейін. Мен интерактив болам. Жарайды, ас болсын. Самарқандта өте жасыл қала болды. Енді бірақ Душанбеге қарағанда сәл азырақтау. Кезінде 21-ші жылы барғанда 21-ші жылы бар. Мына полицейскийлерді маза бермеді. 21-ші жылы барғанда ол жерде үлкен құрылыс жүріп жатқан еді. Қаланың бәрі шаң болған еді. Соны биыл біз салынып болғаннан кейінгі жаңа Самарқандты көрдік. Өте әдемі, тарихи жерлерін қайта жандандырған. Яғни коронавирус уақытында олар жай жатқан жоқ. Олар Ташкентті де, Самарқандты, Бұхараны да барлығын жандандырып, салып, енді маған қатты ұнағаны туалет қай жерде керек болса, сол жерде бар ғой енді. Қиналмайсың, енді турист ретінде соған көңіл бөлесің ғой. Тарихи әдемілік, әдемі жерлерден бөлек, жаңағы туалетке де көңіл бөлесің. Мүмкін ол бір маңызды бөліктердің бірі. Сондықтан қиналмай ол жерде тамаша жүруге болады. Базары енді Тәжікстанмен салыстыратын болсақ, Душанбе туризм жағынан енді дамып келе жатқан ел. Автобустары болсын, жаңағы алып жүрген гидтары болсын, сосын сауда саттығы болсын, мысалы, сол жағынан енді дамып жатқан. Самарқандқа барсаң, енді сауда саттықтың отаны, енді қалтаңнан ақшаңды сыпырып алады енді. Өз еркіңмен бересің енді. Ол жақта бәрін алғым келеді. Және Ташкентпен салыстырғанда сол жерде алғанымыз дұрыс болды Самарқандта. Өйткені сапасы жағынан енді жоғарырақ, выбор көбірек. Және Бибі ханым кесенесі жағында тамаша бір базар бар. Сол ұнады, бағасы жағынан Ташкентпен салыстырғанда енді арзанырақ. Маған бұрында мән бермеппін. Бірақ гидпен келгенде барлығын айтып бергендіктен байқағаным, Ұлықбектің білім беру саласындағы политикасы өте керемет болған екен. Ерекше. 40 жыл, Әмір Темірден кейін 40 жыл басқарса дағы, ол әрине, мысалы, бір шах ретінде, хан ретінде ол жерлерден ұтылып қалды. Басқа біреулер алып қойды жерлерден. Бірақ білім беру жағынан халықтың надандықтан, қараңғылықтан көтеру жағынан келетін болсақ, өте сондай көп жұмыс істеді. Және оның еңбектерін біз әлі шейін қолданамыз. Математикада болсын, әлі шейін қолданамыз. Сондықтан да менің ойымша салыстырмалы түрде енді тарих қой. Ол жерлер қазірдің өзінде енді жан-жаққа бүйтіп тарап кетті. Мемлекет болып тарап кетті. Сондықтан да қай заманда да білімге қойылған ставка дейікші жаңағы. Зейін болсын. Ол депозит ретінде қарасақ та, мысалы, инвестиция ретінде қарасақ та, білімге қойылған инвестиция әрдайым ғасырлардан кейінде өзінің тамаша дивидендтерін беріп, менің ойымша Алланың алдында сауабы әлдеқайда көбірек сияқты. Енді әрине оны біз нақты білмейміз, бірақ сіңген еңбегі бойынша қарайтын болсақ, менің ойымша сондай. Тағы бір айта кететін жайт ол Ташкенттегі нелерге бардық, кішігірім медреселерге. Бұрында тарихи жерлер, қазір музей ғой енді, бұрында медресе болған. Бұл жерде
сол қоғамның прогрессивті болғанының бір дәлелі немесе белгілерінің бірі ол сол заманда ұлдармен қатар қыздарға да білім берген. Сол менің ойымша сол фактінің арқасында жергілікті халық өздерінің жаңағы потенциалдарын қолданып сол заманда менің ойымша бір әлдеқайда жақсырақ өмір сүрген шығар деген үміттенді. Өйткені отбасыда қызға берілген білім ол қыз болашақ ана демекші. Болашақ ана жақсы тәрбие береді өз балаларына егер білімді болса. Сонысы маған ұнады Ташкентте. Жалпы ұлт тәрбиелейді ғой. Яғни тәрбиелі, саналы, көзі ашық ана ол саналы ұлт деген сөз. Енді біз айтып отқан жоқпыз, соны үлкен ғұламалар айтқан, шындық. Және тағы не айтқым келеді? Пойыз туралы айтайық. Жалпы біздің тур туралы қанша теңге тұрады? Пойыздың ішінде қандай қызметтер кіретін жайлы? Қызметтер бар. Турымыз 310 мың теңге тұрады. Адам басына, үлкен адамға, балаларға 250 мың теңге тұрады. Оның ішіне осы пойыздың барлық маршрут пойызда жүрген кіреді, жаңағы өзінің купең. Әр қаладағы гидтер, автобуспен тасымалдау, экскурсия, кіретін билеттер, тамағы, обеді, кешкі асы. Сосын пойыздың ішінде айтатын болсақ, суы бар, ішетін микроволновкасы, холодильнигі бар, бөлме, душ бар, иә. Бірақ енді біз қолданып үлгерген жоқпыз, себебі адам көп болғандықтан енді вагонның өзінің бір су жинай алатын мөлшері бар ғой. Кейбір адамдар мен оны айтып берейін. Алшын біздің арамызда күніне 4 рет шомылатын адам бар екен. Сол кісінің арқасында, Құдайға шүкір, біз шомылған жоқпыз. Иә, немесе көп қолданатындар бар. Енді бұндай турда рухани қасиеттер өте керек. Біріншіден, өзіңнен басқа біреуді ойлау. Басқа біреудің құқықтарын сыйлау. Иә, қамын ойлау деген сияқты мысалда. Шыдамдылық, сабырлық. Кейбіреулері соңында шаршап ұрысқандар да бар. Жалпы кейбіреулер дабырлап, жаңағы экскурсияны тыңдайық десе, дабырлап сөйлеп, тыңдатпай қойғандар да бар. Біздің балаларымыз да соның арасында бар шығар, енді басқалардан ашуын келтірген. Иә, біз енді өз балаларымыз шулаған мән бермейміз ғой. Енді барынша оларға да осы саяхатта этикет жағынан болсын, осында көпшілік жерде қалай өзін ұстау керек бойынша біраз жақсы дүниелер айтылды. Менің ойымша олар енді ескеретін болады. Бізге жақсы сабақ болды, оларға да жақсы сабақ болды, балаларға да. Иә. Енді сол кішігірім нәрселерге көңіл бөлмеу керек негізі. Адами фактор. Бірақ біле жүретін нәрсе өзімізге де енді жан-жағымызға абайлап жүру керек. Бұл саяхатқа мен төледім деп енді баса көктеп керек емес. Вагонның ішінде жаңағы айтатын болсақ, өте маған ұнады. Біз отбасымыз 4 орынды алдық. 4 орындық купеде бәріміз сыйыстық. Заттарымызға да, чемодандарымызға да орын табылды. Айта кететін жайт, өздерімен ыдыс алып керек емес, мүлдем керек емес екен. Босқа бір пакет ыдыс алдым. Ішінде кәдімгідей тарелкасы, вилка, қасығы, андай кружкасы бәрі берілді енді. Орамал да берілді. Артық орамал да алып керек емес. Сол? Арамызда бір мынандай бір не болды. Кішігірім шумдар. Бір кісі енді гид сөйлеп жатқан кезде бәрі үндемей тұрып тыңдайды ғой, енді құрмет қой гидке деген, халық айналаңдағы адамдарға деген. Қызық қой сосын бір жағынан. Иә, орыс тілді болғасын, орысша айтып жатыр. Сөйтіп бір кісі қазақша дабырлап қоймайды. Әйелі мен қызы папа қойыңызшы дейді.
жарайды, бір қояды да одан кейін басқа жерге барып тағы да дабырлап кетеді. Сөйтіп жүрсек, оказывается, енді менің ойым енді ол кісі мүмкін орысша түсінбеген шығар. Соның арқасында онша қызық емес те болған шығар. Гидтің айтқан әңгімесі. Менің ойымша бұндай турларды болашақта қазақ тілінде жүргізіп көру керек. Жаймен де біздің өз тіліміздің популяризациясы болады. Енді арамызда енді Ресейден келгендер, бір өзіміздің орыстар болды, Ресейден келген орыстар болды. Менің ойымша ол бір 5-6 адамға құлақтарынан прямой суфлердің несін тағып қойып, арамызда біреу аударып жүрсе де, орысшаға аудару қиын емес қой. Деген бір кішігірім сын ғой енді. Бұны енді көңілдеріңізді алып қалмаңыздар, ұйымдастырушылар өте керемет өтті. Бұны мынандай не дейді ғой, мысалы, болашақта қандай нәрсе жасауға болады? Ол тілімізді популяризация жасайтын, және де сіздердің турларыңызды кеңінен сатылуына ықпал тигізетін бір не ретінде, элемент ретінде қабылдаңыздар. Қабылдамасаңыздар да болады. Бұл әшейін менің пікірім жай әшейін. Жалпы ұйымдастырушылар жағынан мен мынадай не сездім, қамқорлық сездім. Олар барлық адамдар үшін қамқорлық танытты, барынша программаларын жұмсақ қылып, кейбір жерлерінде базарға барамыз, 90 адам базарға барамыз, 10 адам базарға бармаймыз деген кезде білім беру саласындағы политикасы өте керемет болған екен. Сол 90 адамның айтқан істегенде сол 90 адамға құлақ асып, базарға барып, жаңағыдай барынша қамқорлық көрсетіп, барынша жаңағыдай гибкость дейді ғой орысша айтқанда. Сол гибкость танытып жүрген кісілерге мыңда бір рахмет. 10 адамды да жай қалдырған жоқ негізі. 10 адамды да жағдайларын жасады. Бір басқа бір неге, топқа. Сол Ташкенттегі сезімдерімді айтатын болсам, мегаполистің аты мегаполис. Тарихи жерлері бар, тарихи элементтері бар. Қаншама үлкен үйлердің арасында, мысалы, Төле бидің кесенесіне бардым. Өте қызық негізі. Заманауи қаланың ортасында ескі көне заттардың болуы, элементтердің болуы қызықты. Бірақ қалай дегенмен де Душанбе немесе Самарқандпен салыстыратын болсақ, үлкен қаланың ритмі бөлек, жазулары болсын, жалпы рекламасының өзінде қарасақ, мысалы, оның барлығы әсер етеді екен. Біз байқай бермейміз. Бірақ сол жаңағы вывескалардың өздері, оның барлығы бір мәдениетті, бір көріністі, қаланың көрінісін қалыптастырады екен. Сонымен салыстыратын болсақ, әрине Ташкент ол үлкен мегаполис қала, эфемерный қала десек те болады. Енді эфемерлі қала, иә. Келсем. Енді кейбір жаңадан салған райондары бар. Мысалы, енді көне районға соны жаңартқандары бар. Мысалы, ислам цивилизациясы музейі деген бар. Соның қасында бұрынғы медреселер бар. Сол жерде қол